Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пайдалы ақпаратымыз сүттің 7 мифі туралы. Бірінші миф. Сүт ересектерге зиянды. Ересектерге сүт ішудің пайдасы жоқ деген пікір кең таралған. Адам ағзасында сүттен пайдалы заттар сіңірілмейді. Сенбеңіз. Егер сізде лактозаға төзбеушілік немесе сүт ағуғысына аллергия болса, сүтті ішуге болмайды. Сарапшылардың айтуынша лактозаға төзбеушіліктің 3 түрі бар. Бірінші өте сирек. Сүт өнімдеріне мүлде төзбеушілік кезінде ашытылған сүт аз мөлшерде. Екінші түрі жиі кездеседі. Ірімшік, сүзбе мен йогурт жақсы сіңірілген кезде. Бірақ толық сүтте проблемалар туындауы мүмкін. Үшіншісі, мұндай адамдардың шамамен 20% ғана бар. Адам кез келген уақытта және кез келген сүт өнімдерін жей алатын кезде және теріс салдарсыз. Бірақ ересектерде сүт ағуығысына аллергия өте сирек кездеседі. Кем дегенде сүт фермасы ежелден дамыған аймақтарда. Екінші миф. Сүт ұзақ сақталады, себебі оның құрамында антибиотиктер бар. Немесе қандай жақсы консерванттар? Әрине олай емес. Сүттің ұзақ сақтау мерзімі термиялық өңдеумен қамтамасыз етіледі. Мысалы, UHT ашылмаған сүтті бөлме температурасында 6 айға дейін сақтауға болады. Бұл ультрапастерлеу процесс кезінде сүтті 37 градусқа дейін қыздырады. Максималды температурада 4 секунд қана ұстайды. Содан кейін күрт суытады. Бұл сүттің пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, температураның күрт төмендеуі үшін вирустарды, микробтарды, көгеруді, спораларды жою үшін қажет. Содан кейін ол асептикалық 6 қабатты пакеттерге құйылады. Олар мөлдір емес, тығыздалған және сүтті жарықтан, ауадан, ылғал мен бактериялардан сенімді қорғайды. Бұл өңдеудің арқасында сүтті 6 айға дейін сақтауға болады және сонымен бірге дәрумендер мен микроэлементтерді сақтайды, ал мөрленген қаптама сүтті ашудан қорғайды. Үшінші миф. Сүтті көп ішу тез салмақ қосуға көмектеседі. Спортшылар мен бодибилдингтер бұлшық ет массасын тез алу үшін сүтті қолданады. Бірақ сіз олардың ерліктерін қайталағыңыз келмеуі екі талай. Салмақ алу үшін арнайы спорттық диеталарда күніне кемінде 1 литр сүт әр 3-4 сағат сайын 1 стакан ішу ұсынылады. Әдетте сүт тұтыну бойынша дәрігерлік кеңес күніне 1-2 стакан сүттен аспайды. Сүттің осы мөлшерімен егер сіз қалыпты теңдестірілген диетаны ұстанатын болсаңыз, міндетті түрде жақсармайтын боласыз. Төртінші миф. Сүт салмақ жоғалтуға көмектеседі. Бұл мифте белгілі бір шындық бар. Сүттің өзі майды күйдіретін өнім емес. Диетологтар оны сусын емес тамақ деп санайды. Ол ақуыздар мен майлардан витаминдер мен микроэлементтерге дейін әртүрлі қоректік заттарға толы. Бір шынаяқ сүт бұл бір тағам. Бірақ оның сиқырлық қасиеті бар. Сүт асқазанды толтырады және қанықтылық елесін жасайды. Түскі астан кешкі асқа дейін осылай ұстау әлдеқайда оңай. Бірақ сүтті ең майлы емес, майлылығы 1-2-5% таңдау керек. Дегенмен сүттен қалай арықтау керектігін сүт диетасын жақтаушылар ұзақ уақыт жазған. Бесінші миф. Сиыр сүті сау. Базарлардан сатып алынған шикі сүт бактериялар, көгеру, споралар мен вирустардың көбеюі. Инфекция қаупін азайту үшін шикі сүтті қайнатуға болады, бірақ содан кейін артықшылықтар құрбан болады. Сүттегі пайдалы заттар үй температурасында ұзақ өңдеуге төтеп бере алмайды. Шынында да сапалы, қауіпсіз және сау сүтті дүкен сөресінен оңай табуға болады. Тығыздалған қораптан немесе мықтап жабылған бөтелкеден алынған сүтте әрине лас қулық болмайды. Алтыншы миф. Сүтте қант көп. Сүттің құрамында лактоза бар, оны сүт қанты деп атауға болады. Бұл табиғи көмірсулар. Көптеген адамдар оны сахароза бар қантымен немесе шоколадты сүтпен салыстырады. Бірақ бұл қате салыстыру, өйткені бүкіл өнімде бұл табиғи көмірсулар, ал шоколадқа қосылады. Жетінші миф. Сүт сүйектердің сынғыштығынан қорғайды. Сүттегі кальций сүйектерді мықты етеді, бірақ кальцийді сіңіру үшін оны D витаминімен бірге ішу керек. Егер сіз бұл туралы ұмытпасаңыз, онда күніне 1-2 стакан сүт күнделікті сізге жақсы қызмет етеді. Бірақ сүтке тым құлшыныспен қарауға болмайды. Зерттеулер көрсеткендей, күніне 3 стаканнан астам сусын ішу сүйектерді нәзік етеді, сондықтан тепе-теңдік сақтап, сау болыңыз. Айтпақшы, барлығына сәйкес келетін әмбебап сүт өнімі йогурт.
Ол үлкен ағасынан айырмашылық аллергия туғызбайды және оның құрамындағы сүт қышқылды бактериялар ішек микрофлорасының қалыпты тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, йогуртта кальций сүттен кем болмайды, бірақ сізге сақтау мерзімі қысқа табиғи йогуртты таңдау керек, басқалары денсаулыққа мүлдем пайдасыз болады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.